25 маусым ислам дініндегі қасиетті күндердің бірі Ашура күні. Пайғамбарымыз хадисінде кімде-кім Ашура күні ораза ұстайтын болса, Алла тағала ол кісінің өткен бір жылдық кішкентай күнәләрін кешіреді деп үміт етемін деген. Сондықтан Ашура күні ораза ұстау сауабы мол амал екен. Ханафи мазхабының біздің фиқ кітаптарымызда кімде-кім Ашура күні ораза ұстайтын болса, алдына не болмаса соңына бір күн қосып ұстау мұстахаб, яғни абзал амал деп келеді. Сондықтан мүмкіндік болатын болса қосып ұстағанымыз дұрыс. Демек, осы жылы Ашура оразасын ұстауға ниет еткен жандар 24-25 маусым күндері, не болмаса 25-26 маусым күндері ұстағаны дұрыс. Енді 26 маусым күні жұма болса да ұстай беруге болады. Рамазан айынан қалып кеткен, мойнында қарызы бар, қарыз оразасы бар адамдар да осы Ашура оразасын ұстауға рұқсат. Бұл жерде маңызды болған мәселе, біз екі оразаға бірден ниет ете алмаймыз. Я осы Ашура нәфіл болған Ашура оразасын ұстау керекпіз, не болмаса қалып кеткен қаза оразаға ниет етеміз. Екеуінің біреуіне ғана, әркім өз қалауымен ұстайды. Ал енді уақытына келетін болсақ, әр елді мекен, әр аймақта таң намазының уақыты кірмей тұрып, біз аузымызды бекітеміз, ақшам намазының уақыты кірген кезде аузымызды ашамыз. Дұғасы мәселесіне келетін болсақ, я Алла тағала, осы өзің берген күш-қуатпен мен ораза ұстап отырмын, қателік, кемшілік, күнәларымыз болса кешір деп, осылай кез келген дұғаны жасап, біз ниет етіп аузымызды бекітеміз. Ауыз ашар кезде де кез келген өзіміздің Құдайдан сұрап жүрген қандай да бар дұға тілектеріміз болса, соны жасап, аузымызды аша беруімізге болады. Осы жылғы Ашура күні барша қазақ еліне құтты да берекелі болсын. Алла тағала ұстаған оразаларымызды қабыл қылсын.